Адамға артылған борыш. Адам ата кетіп бара жатқанда Алласы оны тоқтатып, «Әй адам, енді Хауана саған аманат. Әйелің 3 намысыңның бірі болады. Бірінші намысың иманың. Маған қайтып келгенше иманың кәміл болсын. Құбылып бұзылатын болсаң мекенің тозақ. Екінші намысың әйелің. Оны бөтеннің сұғынан сақтайсың. Сен бұзылып, босағанда әйелің де құбылуға бейім болады. Себебі ол сенің етіңнен жаралған. Оның арына түскен дақ, сенің жүрегіңе түскен тат. Абыройларыңа бекем болыңдар. Үшінші намысың, ырыс пен береке дарыған құтты мекенің. Оны залымдардың зұлымдығынан қорыйсың. Бейбітшілік пен тыныштық жолында шаршадым деме, деді. Адам ата бұл өсиетті көкірегіне құйды да пейіштен қош айтысып кете барды. Құдайдың жазасы. Тәңірісі Адам ата мен Хауанаға 10 түрлі жаза кесті. Бірінші, Алланың дәргейінен алыс кетіп жерді мекендеді. Екінші, Ібліс деген дұшпанымен бірге өмір сүретін болды. Үшінші, пәни жалғанға тұтқын болып қамалды. Төртінші, жүрек көзі жабылды. Бұрынғыдай ғайып әлемді көре алмайтын болды. Бесінші, денесіне күр жұққыш болды. Содан бастап денесін сумен тазалап жүруге міндеттенді. Алтыншы, тырнақ пен шаш өсетін болды. Сол үшін тырнағы мен шашын күтіп ұстауға әдеттенді. Жетінші, қадам басса қауіп пен қатер даяр тұрды. Сол үшін адамдар бісміллә деп жүретін болды. Сегізінші, ризығын еңбек етіп табатын болды. Пейіште жүргенде ас-ауқат өз аяғымен келетін еді. Тоғызыншы, қайғы қасірет серігі болды. Оныншы, жауапкершілік арқалайтын болды. Борышты еске салу үшін дүниеге сәбиді әкелді. Сәбиге қараған кезде адамның жауапкершілігі оянатын болды. Ібліске бірінші боп алданғаны үшін Хауанаға тағы 2 жаза қосты. Бірі хайыз, екіншісі жүктілік. Айына 1 рет тазарып тұратын болды. Босанғанда бір өліп тіріледі. Алла тағала тауыс пен жыланды да жазалады. Тауыстың жұмақта тағынған асыл тас гауһарларын тартып алды. 40 қанатынан 2-уін ғана қалдырды. Әй тауыс, сені пейіш есігінің күзетшісі еттім. Досым Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның рухын ең алғаш сенің бейнеңде жасадым. Соның құрметіне саған 800 қанат бітірдім. Әр қанатыңды бір-біріне ұқсамайтын реңмен боядым. Барлық сұлулықты саған жасырдым. Бірақ Іблістің сөзіне алдандың, жамандықтың басы болдың. Сол үшін сені жазалаймын. Адаммен бірге жерге қуыласың. Түпкі ниетің тура болғасын, 2 қанатыңмен 1 құйрығыңды қалдырам. Алысқа ұшпайсың. Ел жұрт сұлулығыңа қарап тамсанады. Бірақ оны өзің көрмейсің. Құйрығыңа қарап мақтанасың. Аяғыңа қарап ұяласың деп 2 аяғын көріксіз етіп жаратыпты. Содан бастап мұсылман жұрты тауысты жамандықтың басы деп үйінде асырамайтын болыпты. Ол кезде жыланның бойы түйедей, денесі жақұттан, көздері лағылдан еді. Арқасында 2 қанат тұратын. Ұлық Алла жыланды да жазалап, «Әй жылан, сені де барлық құрмет пен ғизаттан айырамын. Аяқ қолың мен қанаттарыңды қырқамын. Өмір бойы жер бауырлап ирелеңдеп жүресің. Сен әуелде адамның серігі етіп жаратқам. Енді адамға дұшпан боласың. Сен өлтіргеннен жауап алмаймын. Ібліс паналаған тіліңнің астынан у шығарамын», деді. Тауыс Иеменге, жылан Ысфаханға, Ібліс Басраға түсірілді. Ібліс жерге түскен соң өзімен өз некеге отырып бала туа бастады. Жердің бетін жын-жыбырға толтырып жатты. Бидайдың қалдығы Адам ата мен Хауананың асқазанында 30 күн қорытылмай жатып қалады. Одан түгел тазару үшін Тәңірісі оларға 30 күн ораза ұстауға әмір берді. Содан бастап Рамазан айында 30 күн ауыз бекітіп, ораза ұстау парыз болып бекіді. Жерге түскен соң Адам ата мен Хауана 2 жақта жүріп жылаудан көз жастары құрғамады. Құдайдан кешірім сұраумен жүрді. Адам ата қайғыдан басын көтере алмады. Бір күні Алладан «Әй адам, көтер басыңды» деген әуез келді.
Адам жоғары қараса, бір заманда өзі мекендеген пейіштің маңдайшасынан «Ля иляха иллалла, Мұхаммед Расулалла» деген жазуды көрді. Адамның есіне Хауананы алған кезде Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға 10 рет салауат айтқан сәті түсіп егіліп жылады. Уа жасаған, мен ақырдың пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның құрметіне күнәмді кеше көр деді. Тәңірісі, кештім, пайғамбардың шарапатынан бүкіл ұрпағыңның күнәсін кешіріп пейішке қайта кіргіземін. Дидарымды көрсетем, шарты ұрпағың хақтың жолына бекем болсын. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға салауатты көп айтсын деді. Сол кезде адам атаның жүзіне шырай ұялап риза болды. Адамның бірде жылап, бірде қуанып жүретіні осыдан қалыпты. Адам ата мен Хауана пейіштен қуылғанда оларға қайғырып көңіл қосқан, жыламаған жаратылыс қалмапты. Алтын мен күміс қана көзінен бір тамшы жас шығармапты. Байыпты пішінде тұра беріпті. Тәңірісі, «Әй алтын, күміс, сендер неге қайғырмадыңдар?» деп сұрады. Біз керісінше ұялып тұрмыз. Тәңірім оларды барлық жаралыстан асқақ етіп жаратып еді. Олар хақтың сөзін екі етіп, түзу жолдан адасты. Сол үшін ұяламыз. Таңдауына сай жазасын да алды деп жауап берді. Алтын мен күмістің жауабы жаратқанға ұнады. Осыдан бастап екеуінің мәртебесін үстем етті. Олар қиямет қайымға дейін ең бағалы затқа айналыпты. 3 жауһар. Адам ата пейіштен қуылып бара жатқанда, Жебірейіл келіп оған 3 түрлі жауһар ұсынды. «Ей адам, мына 3 заттың біреуін таңда. Қайсысын қаласаң сонысын серік етесің» деді. Адам ата зер салып қараса, олар ақыл, ұят, иман екен. Үшеуі де адамның бағын ашып, бақытын баянды қылатын рухани нығмет. Бірден таңдау оңай болған жоқ. Адам атаның көңілі алабұртып, кәдімгідей толқып теңселіп тұрды. Ең соңғы сәтте «Мен ақылды аламын» деп кесіп айтты. Жебірейіл көпке созбай ақылды алып иманның көңіліне қондырды. Сөйтті де иман мен ар ұятқа қарап, «Сендерге адамның таңдауы түскен жоқ. Сондықтан бұл болмыста екеуіңе мекен жоқ. Қайтыңдар» деді. Сол кезде күтпеген шындық ашылды. Иман тұрды да, «Мен кері қайта алмаймын. Болмысым бөлек болғанмен, ақылмен атқаратын міндетім бар. Мен ақылдың жанында ғана жарқырап жүре аламын. Дербес тіршілігім мәнсіз» деді. Сөйтті де ақылдың қасына барып жайғаса кетті. Сол-ақ екен, расымен де ақылдың ажары артып, кемеліне келе түсті. Жебірейіл енді ар ұятқа қарап, «Адам сені таңдамады, орныңа қайта бер» деді. Ол да қарап тұрмады. Ары жоқтың ақылы жоқ. Әуелде жаралғанда ақыл екеуміздің кіндігіміз толық кесілмеген болатын. Кім не десе, мен ақылдың ажырамас ең сенімді серігімін. Бізді Құдай ажыратпаса, басқа ешкім айыра алмайды деді де, ақылдың оң жағынан орын алды. Әу баста біреуін ғана таңда деп шарт қойған періште екеуін кері қайтара алмағанына аң-таң боп тұрып қалды. Сол сәтте Тәңір тағаладан әуез келді. «Әй Жебірейіл, оған таңғалатын түгі жоқ. Бұл менің ғаламда жасырған сырларымның бір ұшқыны. Бұл үшеуі қосақталып жаратылған. Бірінсіз бірінің күні жоқ. Ақылдың арқасында иман қуаты жасырынып тұрмаса, тұл ақыл қорқақ келеді. Тәуекелге бел буатын батырлықтан жұрдай болады. Ақылдан айла шығарып, қулықпен күн көретін беделсіз бейшараға айналады. Күні үшін күлін жейтін, сорлыға айналып, жиған терген ілім-білімін тамаққа сататын қушыгештің нағыз өзі болады. Сол үшін иманды оған серік қылдым. Иман батырлықтың кепілі. Ар-ұятта ақылдың ажырамас сенімді серігі. Ар-ұят болмаса, ақыл өзінің шалыс басқан тұстарын көруден қалады. Адамның кем-кетігін, күнәсі мен кінәсін айтып отыратын ақылдың жанашыр жақыны осы ар-ұяты. Сондықтан олармен қалаған құтты мекенге өздері барып жайғасыпты. Жаңа мекендері құтты болсын.
Үшеуінің ынтымағы берік болса, менің алдымда арқалаған адамдық борышын мүлтіксіз орындап шығар деді. Сосын Тәңірі тағала адам атаның таңдауына разы болып оған үн қатты. Жарайсың құлым, таңдауыңа разымын. Егер ақылды емес иманды бірінші алғаныңда, сау ақылдан ада болып, қасаң қағидамен өзіңді де, елді де мезі қып, діннен бездіріп бітер едің. Ал егер ақыл мен иманнан жырақ кетіп, тек ар-ұятыңмен қалғаныңда, керексіз тартыншақтыққа маталып, өзіңнің ерік-жігеріңді өзің құртып тынушы едің. Елге жөн-жосықсыз жол көрсетіп, жөн сілтеп, абыройыңды айрандай төгер едің. Міне енді 3 жауһарың түгел болды. Енді сенің алмайтын қамалың қалмайды деген екен. Қиссаның соңы.